Бүгін мен жак F4 өндірістік тігін машинасымен сіздер таныстыратын боламын. Бұл машина тегіс платформамен және де астыңғы LED жарық диодтармен жарықталған, және бұны серво моторы бар. Машина жеңіл және орташа қалыңдықтағы маталарды тізбектеп тігеді. Тігіс ұзындығы 1-5 мм-ге дейін, табанды тіземен көтергеннен кейін 5-13 мм. Тігу жылдамдығы минутына 5000 айналым, автоматты майлау жүйесі бар. Тігістің ұзындығы машинаның тікелей басында орналасқан ыңғайлы ажыратқышы көмегімен шексіз реттеледі. Реттеу қадамы 0-25 мм. Жак F4 машинасында инені орналастыру 2 позиционар режимі бар. Тігілетін бұйымға байланысты сіз қажетті нұсқаны таңдай аласыз. Инені тікенен кейін матадан көтеріп қалдыру, орналастыру немесе позиционер түймесін басып тұрып тігін машинасында тігу үшін жылдамдықты төмен жасай аласыз. Ұйқы режимі 10 минуттан бос тұрған кезде уақытты үнемдеу үшін автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді. Қауіпсіздік сенсоры ақаулық немесе бұзылған жағдайда дисплейде қате код шығып тұрады. Двигатель және моторды қорғау. Жак F4 машинасында мотордың қуатын жоғарылауынан қорғауға арналған сақтандырғышы бар. Қарапайым басқару панелі бір батырма көмегімен мотордың жылдамдығын, иненің орналасуын және күту уақытын басқарады. Жұмыс режимі. Пайдалану кезінде энергия шығыны серво жабдығы жоқ тігін машиналармен салыстырғанда 2 есе аз жұмсайды. Жак F4 машинасына мыналар кіреді. Кіріктірілген серво моторы бар негізгі басы головка және де 120-60 см күштелі. Енді мен бұл машинаның астыңғы және үстіңгі жібін сабақтайтын боламын. Бірінші бобинаны өзінің тоғырына орналастырамыз. Одан кейін жіп бағыттауыштан жіпті өткіземіз. Одан кейін головкасындағы бас жағынан зигзаг арқылы өткізетін боламыз. Жіп бағыттауыштан. Одан кейін жіп бағыттауыштан өткіземіз. Дәл солай зигзаг арқылы. Екі сақиналы жіп реттегіштен айналдырып, екі сақиналы жіп реттегіштен арасынан өткіземіз. Екі сақиналы жіп реттегіштен арасынан нақтылап өткіземіз қатты болу үшін. Одан кейін компенсациялы пружинадан, сосын угылдан тағы шалып өтеміз. Жіп тартқыш жағынан өткіземін. Одан кейін бірінші және екінші жіп бағыттауыштан өткіземін. Одан кейін инені жіп бағыттауышынан, содан кейін сол жақтан оңға қарайта иненің көзінен өткізетін боламын. Осылай жіпті сабақтадым. Одан кейін табанның астынан 10 см жіпті артық шарп қоямын. Енді төменгі жібін сабақтайтын боламын. Қазір менің қолымда челнок пен шпулька. Оны челнокқа қадап шпульканы өзінің көзі жіп бағыттаушысымен, яғни мені өткізіп, өзінің ұясына қондыратын боламын. Міне челнокты өзінің орнына орнаттым. Маховикті тек өзіме қарайта айналдыруым керек. Мен қазір астындағы жіпті жоғары қарайта шығаратын боламын. Мінекей осылай мен астындағы жіпті шығарып алдым. Енді машина жұмыс істеуге дайын. Жак F4 өндірістік тігін машинасы түсіндірді деп ойлаймын. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Сау болыңыздар.